Әліпбаев Қуаныш Аринғожаұлы, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің ғарыштық инженерия және телекоммуникация институтының директоры. 1984 жылдың 15 қазанында өмірге келген PhD докторы, 100-ден аса ғылыми мақалалар мен Қазақстан Республикасының 6 патентінің авторы. Ғарыштық техника мен технология саласындағы бірнеше халықаралық жобалардың қатысушысы. Космическая техника, технология, многие думают, что это... Ғарыштық техника мен технологиялар турасында көп адамдар ғарышкерлерді дайындау немесе зымыранды ұшыру деп ойлайды. Ғарыштық технология дегеніміз қазіргі таңда қолданатын навигациялық қабылдауыштар, яғни біз жиі қолданатын карталар, сондай-ақ бізді тасымалдайтын қызметтердің барлығы да жерсеріктің көмегімен жүзеге асады және навигатор арқылы тауып келеді. Одан бөлек, қарапайым тұрмыста алсақ, сіз биоайран ішесіз. Оның барлығы биобактериялар кезінде ғарышкерлерге ғарыш кеңістігінде тамақтану үшін жасаған. Фольга, если использовать дома, которую все пользуются. Фольганың өзін жылытып суытатын жүйеге қолданған. Әсіресе ғарыштық аппараттарға арнап, ғарыш техникасы үшін ойлап тапқан. Тіпті жүргектің өзін бүлдіршіндер кисе де ғарышкерлерге арнап ойластырылғаны белгілі. Осының барлығы ғарыш технологиясы деп аталады. Космическая технология, которая в дальнейшем, если внедрять, позволяет для подъема экономики той или иной страны. Поэтому многие страны және болашақта ел экономикасын көтеру мақсатында нарыққа енгізуге мүмкіндік береді. Сондықтан ғылым шеңберіндегі ғарышқа қатысты технологияларды көптеген елдер дамыту үстінде. Ғарышқа байланысты негізгі дүниелер: зондтау, ғарыштық байланыс, навигация және жаңа технологиялар немесе өнімдер. Второй спутник, Қазақстанның екінші нано жерсерігі Кастат жердің магниттік алаңын өлшейді. Кастат жерсерігі Алматыда орналасқан ғарыш техникасы және технологиялар институтының ұлттық ғарыш орталығындағы ғалам жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірге әуе ғарыш комитетінің тапсырысымен жинақталған. Газу аэрокосмического комитета в сборке. Аталмыш жерсерікті жинақтауға және сынауға Алматы энергетика және байланыс университетінің түлектері қатысты. Бұл ғарыштық техника және технология мамандығы бойынша біздің алғашқы түлектеріміз болатын.